Екі амалмен орындалатын есептерді қалай шығаратынын еске түсір. Бірінші есеп. Мектептегі мерекелік кешке 3 қыз 12 қызыл шардан үрледі. Ал олдар 37 көк шар үрледі. Балалар барлығы неше шар үрледі? Есептің қысқаша жазбасы үшін әдетте сызбаны қолданады. Қысқаша жазбаны пайдалануға да болады. Қысқаша жазбаны кесте түрінде жазуға да болады. Есепті шығарудың жоспарын құр. Алдымен 3 қыздың неше шар үрлегенін анықтау керек. Ол үшін 12-ге 3-ті көбейтесің. 12 көбейту 3 тең 36 шар. Содан кейін балалар үрлеген барлық шардың санын табу керек. Ол үшін 36 және 37 сандарының қосындысын табу керек. 36 қосу 37 тең 73 шар. Жауабын жаз. Жауабы 73 шар. Екінші есеп. Мерекелік дастарханда 104 тәтті тоқаш, одан 8 есе кем торт болды. Тәтті тоқашқа қарағанда торт қаншаға кем болды? Берілген есептің қысқаша жазбасын құр. Есепті шығарудың жоспарын құр. Алдымен дастарханда неше торт болғанын анықта. Ол үшін мына амалды орында. 104 бөлу 8 тең 13 торт. Содан кейін дастархандағы торт тәтті тоқаштардан қаншаға кем екенін табу керек. Ол үшін тәтті тоқаш санынан торттың санын азайту керек. 104 азайту 13 тең 91 дана. Демек, мерекелік дастарханда торт тәтті тоқашқа қарағанда 91 данаға кем. Жауабын жаз. Жауабы 91 данаға кем.